Rahmatullah Сақалдыңдар бір қол жайып батасын алайық. Келіңіз. Ассалаумағалейкум. Жылысу ауылының тұрғындары жалпы. Міне бүгін ауылымызда үлкен бір қуанышты жағдай болып жатыр. Шерхан 1996 жылы осы жерде ескі мектептің алдында мына Жетісай ауданында емес, бүкіл Қазақстанға белгілі Жеңіс Қарғабаев деген ақсақалымыз бар еді әншіміз. Сол кісі келіп осы елге арнап бір осындай бұрын бәрі бар еді ғой жаңағы гастрольға шығып бәрі осындай концерт қоятын. Сол 96 жылдан кейінгі мінекей өзім басшы болып ұйымдастырып, анамның құрметіне әкемнің зақилық болған Құран бағыштатып өтіп бәріне осындай жақсы іс-шара өткізіп жатсын. Солар бәрі 96 жылдан бері 30 жыл уақыт өтті. Мінекей халықпенен өнер қырандары кездесіп үлкен іс-шараның басын бастап отырсын. Оң болсын бәрі. Ақсып берген анама, бақилық болған әкеңе құран тиеді. Ақсып берген анама, мына кейінгі мына өсіп келе жатқан жас ұрпақтарға әйтеуір үлгі болып, өте бір жақсы өнеге көрсетіп жатсын. Ауылымызда талай жаңағы мектеп бітіргендердің 20 жылдық, 30 жылдық кездесулері болып жатады ғой. Солардың ішінде кейбіреулер жаңағы сіз айтқан не жаңағы көкпар берек, көкпар беректі көріп жүрміз. Көкпарда басқанда арғы басқалары 1000 теңге алады, бергі басқалары 1000 теңге алады. Соңғы жағы келісіп айтса бір-бірімен ұрысып төбелесіп қайтып келеді. Оның орнына мына халықты жинап, мына жас ұрпақтарды жинап, кішкентай балаларды өте үлкен бір есте қаларлық адамның өмірінде есте қаларлық іс-шара істеп жатсын. Осындай іс-шараларда кейінгі ұрпақтарымызда да бола берсін. Енді айтатын болсақ, жаңа ақсып берген анамның денсаулығы мықты болсын. Алла тағаланың берген жасын жақсы, көңілді, осындай балдарының немерелерін, шөберелерін көріп, солардың қызығын көріп, аман-есен жүре беруіне біз тілектеспіз. Қасиетті 12 айдың сұлтаны Рамазан айында мінекей осындай іс-шара өткізгеніме сенің жалпы ұрпағыңа, ата-бабаларыңа мыңда бір алғыс. Аман болайық, белдерің сау болсын, аман болайық. Енді жігіттің үйдің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашысынан дейді ғой. Несі нағаштарының көбірек тартқансың ғой. Соның арқасында осындай дәрежеге жетіп жатсың. Өсеге бөлеу. Мына жағдайда өнердегі азаматтарға да творчестволық табыс тілейміз. Әрдайым осындай елдің арасында, көптің арасында үстіп халыққа сыйды болып жүре берсін дейміз. Аман болайық. Енді сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін. Ақтан аят болсын, пайғамбарлығымыздан шапағат болсын. Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Атамбекет. Ата-баба әруақтар отанында өсіп келе жатқан ұрпақтарын Құдай тағала, Алла тағаланың жолын ашық қылып, мына Рамазан айында қандай Алла тағаланың жолды, жалпы пенденің Құдайдың құлының бәрінің жолына ашық қылып, сол сияқты жолдар ашық болсын. Үлкен Қазақстанымыздың азаматы болып өсіп өнуіне, елге, жұртқа, халыққа пайдасы тиетін азаматтар өсіп өнуіне Алла тағала нәсіп етсін, белдері сау болсын. Әрдайым осындай жақсылық күнде, жақсылық күндерді кездесе беруді Алла тағала нәсіп етсін. Амандық тілеймін.